Авторы Фариза Оңғарсынова. Жетімнің монологы. Базар іші дуылдап тұр. 12 жасар бала Месқан саудагердің алдындағы қуырған құс етіне өзінің тарамас қолдарын созып еді. Анау бірден байқап, желкенішпен итеріп жіберді. Мен құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар, қаталсыңдар, қаталдықтан әлағзар тататсыңдар, жалғыздықтан зарығып ашынғанда мен сендерді асылдар дебем, сипайдау шашымнан дебем. Жоқ, тас екен жүректеріңде, шыншылдық деген жоқ екен тілектеріңде. Өздерің оны көлгізіп жасырған менен, мейірімге сараңсыңдар, түбі содан жазында табарсыңдар. Бір жылы көз қарастарыңа зарыққанымда, соның өзақ бақыт қой қамыққан ұлға. Найзағайдай атқылап жанарларыңда, бір жылы сөніп үмітім бала жаныңда. Жыртқыштар қамып алғандай тарықпадым ба? Адамдар, неден пасық едіңдер? Шуақсыз қорайды емес пе жасыз едіңдер? Мейірім аңсап, жүрегім қаңсырап тұрған, зұлымдықтарымен қамшылаптыңнан. Жанымда үміт, сендер түйгізілгендер, лақтырып тастап кеттіңдер күресін жерге. Сендерден байлық сұрамадым, өліп кетсем де, алтындарыңды алмаспын, төгіп кетсең де. Мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме? Мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме?